алып қашу кең етек алғаны сол төңкеріс азаматтық соғыстан кейін 20-шы сосын 30-шы жылдары. Өйткені сол кезде бір жағы қалдымал қызыл өкімет, совет өкіметі қалдымал беруге болмайды, жасау беруге болмайды, тағы да сондай жалпы әдет ғұрып ол бәрі ескілік бай заманның ғұрпы деп сол үшін жазалау мүмкін еді. Ал елде жаппай тәртіпсіздік, неше түрлі банда жүреді, қызыл әскер, милицияның да істемейтіні жоқ. Соны үшін оң жақтағы қыздарын тезірек тұрмысқа бергісі келеді отбасы, бірақ қалай беруге болады? Сол репрессияға ұшырамай қалай қызды күйеуге беруге болады, соны білмей қалған жұрт жастарға алып қаш, бір нәрсе болса билікке осылай махаббат болып қалды деп жауап береміз деп қоя берген. Орыс этнографтарды